Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз, оның үстіне міндетті түрде жылы су болу керек. Суымызды құйып, одан соң жылы сүтімізді де құятын боламыз. Енді осының үстіне құрғақ ашытқымызды салып, қоспамызды біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Егерде каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, осындай қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп алыңыздар, және де осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. 2 жұмыртқаның ақуызын құямыз, одан соң сұйық майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді алдын ала еленген ұнымыздың жартысын салатын боламыз. Мен осылай 400 грамм шамасында ұнымды салдым. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, енді осылай қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Құрметті көрермендер, менің осы видеомды қай қаладан көріп отырсыздар, соны жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Мінекей, массамыз біркелкі болды. Енді қалған ұнымызды салып, тағы да осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Енді столымыздың үстіне ұн сеуіп аламыз да, қамырымызды осылай түсіріп, илеу қанғанша илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, сондықтан осылай ұн сеуіп алып, қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей, қамырымыздың толық илеуі қанды. Енді осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Қамыр осындай жұмсақ болуы керек. Енді шамамен 8 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Әр бөлігіміз 180-190 граммдай болады. Әр бөлікті осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Қамырды салатын ыдысымызды майлап алуымыз керек. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырып алыңыздар. Бұл булочкамыздың ерекшелігі, қамырымызды ашытып отырмаймыз. Столымызға ұнды молынан сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Мейлінше жұқа етіп жайып алыңыздар. Мінекей, осындай жұқалықта жайып алдым. Енді осының үстіне сұйық майды біркелкі етіп жағып шығамыз. Одан соң теңді 2 бөлікке бөліп алыңыздар. Енді булочкамызды жасайтын боламыз. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар, булочкамыз өте әдемі болып шығады.
Енді осылай айналдырып, булочканың формасына келтіреміз. Осылай әдемі булочкамыз дайын болды. Қалғандарын да осылай жасап шығамыз. Барлығын осылай формаға орналастырып болған соң, бетін осындай пакетпен жауып 20 минутқа жылы жерге қойыңыздар. Мінекей қамырларымыз біршама көтерілген. 2 жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып аламыз да, булочкамыздың бетіне жағып шығамыз. Осы кезде пешіміз дайын тұру керек. Алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп алыңыздар. Неге булочкамыз дайын болды? Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Егер осы рецепт ұнаса, комментарийға пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.